Тоқудың негіздерінің бірі ол оң және теріс ілмектерді тоқу. Мен сіздерге қазір соны көрсететін боламын. Мен мына жерде үлгі ретінде 24 ілмек іліп алдым. Міне спицамыз, ілмектелген спицамызды сол қолымызға ұстаймыз, тоқитын спицамызды оң қолымызға ұстаймыз. Мына кішкентай қалдық бөлік жіп тұра береді. Ал мына клубоктан шығып жатқан жібімізді сұқ саусағымызға іліп, мына қалған 3 саусағымызбен ұстап аламыз. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Жиегі тегіс болу үшін солай жасаймыз. Немесе үлгі ретінде бірінші ілмекті де тоқсаңыздар болады. Енді теріс тоқуды көрсетейін. Міне бізде оң және теріс тоққан кезде мына жұмыс жібіміз, яғни мынау тоқылып жатқан жібіміз теріс тоққан кезде сол қолдағы спицаның үстінде тұрады, ал оң тоққан кезде астында тұрады. Егер осыдан шатаспасаңыздар, тоқу аса қиындық туғызбайды. Міне спицамыздың үстіне шығардық. Оң қолдағы спицамызды ілмектің алдыңғы жағынан, яғни бізде мына жерде ілмектің алдыңғы жағы және артқы жағы бар ғой. Сол алдыңғы жағына шығарамыз. Сұқ саусақтағы жіпті ілеміз. Оң қолдағы спицаға сөйтіп тартамыз. Содан соң мына жерде тоқылған сол қолдағы ілмекті шығарамыз. Міне бізде теріс ілмек тоқылды. Дәл солай ілмектің ортасынан кіргізіп, сұқ саусақтағы жіпті ілеміз, тартамыз. Және тоқылған сол қолдағы спицадағы ілмекті шығарамыз. Міне бізде теріс ілмек тоқылды. Біз теріс тоққан кезде мына жағында автоматты түрде оң тоқылады. Міне спицамызды ілмектің ортасынан кіргізіп, сұқ саусақтағы жіпті іліп алдық. Тоқылған ілмегімізді шығарамыз. Осылай осы қатарды тоқитын боламыз. Бұл бізде теріс ілмектерді тоқу деп аталады. Яғни біз тоқу өнерінде оң және теріс ілмектерді әртүрлі түрлендіру арқылы бірнеше узорлар және бірнеше бұйымдар, бірнеше керемет дүниелер жасауға болады. Міне бізде теріс ілмектер тоқылды. Енді мына жағы оң, көрдіңіздер ме? Міне оң болып. Мына жағын теріс тоқыдық. Теріс тоққан кезде мына алдыңғы жағы оң болып тоқылды. Енді сіздерге оң ілмекті тоқуды көрсетемін. Жібімізді сұқ саусағымызға іліп аламыз. Міне оң қолдағы спицамызды бірінші ілмекті іліп аламыз, жиегі тегіс болу үшін. Екінші, жаңа біз теріс тоққан кезде мына жібіміз сол қолдағы спицаның үстінде тұрды. Енді оң тоққан кезде ол астында тұрады. Және мына оң қолдағы спицаны ілмектің артқы жағынан шығарамыз. Міне біз теріс тоққан кезде алдыңғы жағынан былай шығарсақ, оң тоққан кезде артқы жағына шығарамыз. Сұқ саусақтағы жіпті іліп аламыз, тартамыз және мына тоқылған ілмекті спицадан шығарамыз. Ілмектің арт жағынан шығарып, сұқ саусақтағы жіпті іліп алдық. Тоқылған ілмекті босатамыз. Міне бізде оң ілмектер тоқылып жатыр.
міндетті түрде көп рет тоқыңыздар, көп рет жасаңыздар. Сол кезде мына сіздің саусақтарыңыз бір-біріне көмекші болады. Икемі келіп, ілмектеріңіздің шығып кетпеуіне, тоқығу барысында сіздерге мүмкіндік жасайды. Байқап отқан шығарсыздар, мына жерде менде қолымда автоматты түрде бас бармақтарым, қосымша саусақтарым көмектесіп жатыр. Міне тоқыдық, міне соңғы ілмекке келдік. Соңғы ілмекті, мысалы, оң тоққан кезде міндетті түрде соңғы ілмегімізді теріс тоқимыз. Жаңа айтқанымдай, жиегі тегіс болу үшін. Жиегі егер тегіс емес, жаңағыдай бүршікті жиек жасаймыз десеңіздер, онда бірінші ілмекті іліп алмай тоқи бересіздер. Үлгімізде сіздерге тегіс болғанын көрсету үшін мен жиегін іліп алып жатырмын. Міне көрдіңіздер. Осылай бір 15, 20, кемі 30 қатар тоқыңыздар. Бұл жерде 30 қатар деген себебіміз сіздерге қолдарыңызды үйрету үшін және тоқу барысында біраз шыңдалу үшін қажет. Мен сіздерге кішкене бөлігін тоқып көрсетемін. Үлгі ретінде сіздер мүмкіндігінше 25-30 қатар тоқыңыздар. Сол кезде қолдарыңыз икемге келіп, осылай жылдам тоқитын боласыздар. Келесі қатар теріс жағында теріс тоқып жатырмын. Осылай. Мына біздің ілмектеріміз біркелкі әдемі шығып жатыр. Оң тоқу мен теріс тоқу осылай. Мына жағы теріс, міне. Ал мына жағы оң, бидай сияқты өріліп, әдемі болып тоқылады.